корпорация монстров. Ондағы басты персонаждардың бірі Салли. Аниматорларға именно Саллиді сызу өте қиын болған екен. Өйткені оның үстіндегі әрбір жүні осындай пышный болу үшін әрбір штугын біртіндеп тұрып сызып шыққан. Енді дәл сол Саллидің жүніне қатысты сұмдық бір теория бар. Мультиктегі жаман персонаждардың бірі Рэндалл Саллиге былай айтқан еді: адамдар монстрлардың кожасын шешіп, оны унитазға төсеу үшін қолданады. Аха, енді история игрушек атты мультикті көрейік. Мына кадрдағы унитазға мұқият қарасаңыздар, шынымен де унитаздың үстінде Саллидің жүніндегідей төсегішті байқасақ болады. Сонда Рэндалл Саллиге дұрыс айтқан болып тұр ғой. Міне сол үшін мультиктің соңында бұл Саллиді таппай қалады. Ал Питер Пеннің негізінде балаларды ұрлап, оның жанымен қоректенетін демон екенін білесіздер ме? Қалай сонда десеңіздер, жалпы мультиктер жайлы сұмдық теорияларды жаңа ғана шыққан ютубтағы осы ролигімнен көре аласыздар. Жай ғана ютубқа кіріп Диана Кью деп жазсаңыздар болды. Алдыңыздан өзі шыға келеді. Ал қаншама қызықтан қалып кетпей көріп алыңыздар және Диананың қызықтарына жазылып алуды ұмытпаңыздар. Мақұл? Маша и Медведь бізбен қоштасты ма? Қазір интернетте осындай өсек пайда болды. Олардың айту бойынша Маша и Медведь 16 жылдан бері тоқтамай мультик шығарып келе жатыр. Бірақ 2024 жылы бүкіл каналдар мультикті телевизорден көрсетуден бас тартыпты. Сонымен компанияның ақшасы азайып кетіп, мультикті тоқтатамыз ба, жоқ па деп ұзақ ойланып, ақыры бүтіндей аяқтауды жөн санапты. Мынау бізбен қоштасқан соңғы сериясы. Миша Машаның кетіп қалғанына бір өзі мұңайып отыр. Тіпті өздеріңіз іздеп көрсеңіздер де болады. Маша и Медведь енді басқа серия шығармайды. Бірақ басында айттым ғой бұл өсек деп. Маша и Медведьті тоқтату компанияның ойына да кіріп шықпаған. Ал мына серияның шыққанына уже неше жыл болып кеткен. Мишаның мұңайып отырғаны Маша әпкесімен қалаға кетіп қалған сериясынан. Негізі интернетте Маша и Медведь жайлы теориялар мен өтірік информациялар өте көп. Өз басым Маша и Медведьті кішкентайымнан көріп өстім. Қазірге дейін кейде сағынған кезде қарап қалам. Ал сіздерге ше мультик ұнай ма, әлде шынымен тоқтағанын қалайсыздар ма? Ойларыңызды комментарийге жазып, Диананың қызықтарына жазылып алуды ұмытпаңыздар. Мақұл? Мультфильм дегенде барлығымыз кішкентайымыздан көретін жарқын түстермен, сүйікті персонаждармен, қызықты сюжетпен және көзге приятно болып көрінетін мультфильмдерді елестетеміз. Қорқынышты құбыжықтар мен жиіркенішті сәттер тек ужас киноларда ғана сияқты болып көрінеді. Алайда кейбір мультиктер сол сіздер қорқып көретін ужас кинолардан да асып кететінін білесіздер ме? Тіпті мультик деп айтуға тіл бармайды. Мен қазір Японияның мультиктерін айтып тұрмын. Жалпы жапондықтарды білесіздер ғой, адамдардың ойына келмейтін біртүрлі нәрселерді жасап жүреді. Және ондай мультиктерді әшейін сайттардан таба алмайсыздар, оларды арнайы іздеу керек. Сондай мультиктердің ең қызық дегендерін жинап, YouTube каналымда көрсетіп, сіздерге обзор жасадым. Бұл жолы енді прям өтініп сұраймыншы, видеоны көретін кезде ештеңе жемеңіздер, мақұл ма? Су да ішпеңіздер, сушняк та жемеңіздер, ештеңе жемей, жай ғана тып-тыныш көріңіздер, болды. Профильдегі сілтеме арқылы өтіп көре беріңіздер, немесе YouTubeға кіріп Диана Кью деп іздесеңіздер де болады. Диснейдің мультиктерін мұқият көрсеңіздер, көп персонаждардың қолынан осы жесті байқаса болады. Белоснежка, Золушка, Алиса в стране чудес, Спящая красавица, Красавица и чудовище және Геркулес. Нені білдіреді сонда? Шын өмірде бұндай жесті мүйіз деп атайды екен. Көбінесе рок-концерттерде қолданылады. Бірақ өздеріңіз де білесіздер, адамдар бұл жесті ұната бермейді. Өйткені жындардың белгісі деп санайды. Сонда Диснейде жындарды қолдайтын болып тұрма? Бірақ қазір бірдеңе айтсам точно таң қаласыздар. Басында бұрынғы заманда деп айтсам да болады, как раз таки бұл жесті жындарды қашырады деп саналған. Ал қазір болса, егер қолыңмен бұлай жасасаң, жын келіп алады деп айтып жатады. Түсінбейсің. Бірақ мультиктерде не үшін бұл жестің көп кездесетінін және басқа мультиктердің бізден жасырған секреттерін жаңа ғана шыққан ютубымдағы мына роликтен біле аласыздар. Тарзан неге бұтын жауып жүреді, егер ол гориллалармен бірге өссе? Өйткені гориллалар жалаңаш жүреді ғой. Король левті шырамның өзі жеп қойды ма? Көру үшін ютубқа кіріп Диана Кью деп жасаңыздар болды. Алдыңыздан өзі шыға келеді. Ютуб каналымен Диананың қызықтарына жазылып алуды ұмытпаңыздар. Мақұл? Енді бұл жолы ең қорқынышты сұмдықтарын жинадым. Көрейік, соңына дейін көре аласыздар ма?
Ашулы мұғалім таяғын ұстап артымыздан қуады, ал біз оның мектебінен қашуымыз керек. Балди ойынын көргендеріңіз бар ма? Оның қарғыс атқан сұмдық ойыны бар екенін білесіздер ме? Тағы да Roblox. Мен сіздерге әлі Roblox'тың ойындарын зерттеймін деп айтып едім. Тағы да бір сұмдық ойынын таптым. Сониктің де проклятый ойынын қорққандарыңыздан бәрібір соңына дейін көре алмайсыздар. Әлде ондай емес па? Көбіңіз осы керемет история игрушек ойынын көрген шығарсыздар. Енді осы мультиктің де қорқып әрең ойнайтын сұмдық ойыны бар екен білесіздер ме? Иә, бәріңіз асығып күткен қорқынышты ойындардың 5-ші бөлімін YouTube каналыма салдым. Бұл жолы өте қорқынышты болды, соңына дейін көре аласыздар ма? Профилдегі сілтеме арқылы өтіп көре берсеңіздер болады, немесе YouTubeға кіріп Диана Q деп іздеңіздер. Сосын Диананың қызықтарына жазылуды да ұмытпаңыздар. Мақұл?